Так, бәріне сәлем. Бүгін біз продуктыға барып келдік. Атарға Школа деген супермаркетке алдында да барып жүрген. Мынау біздің алған продуктыларымыз. Қазір распаковка жасаймын. Не алғанымды. Мына сүт алдық осындай. 2 литрлік сгущенка. Мына чайды көрейік деп шештік. Желін шай деген. Қандай болады? Ылғи чемпион ішіп жүреді. Мынаны енді көреміз қандай шай екенін. Одан кейін, как всегда, царь каша. На клетке деген алып жасап көрейін деп дайын. Керімдікі. Соны жасап көреміз енді. И дашырақ акциямен тұр екен. Содан екеу алдық. Неге? Одан кейін бізде кофе бітіп қалған. Сол баяғы жекі біз алдында жасыл крышкасымен алып едік, осы жолы осындай қоңыр крышкамен алдық. Және де сыр. Так, сметанковый сыр. И мынау пакет-пакетпен ашып жатырмын мен. Мына жерде кекс пісіратын мынандай формочка алдым. 535 теңге ма, сондай екен. Енді кекс пісірамын. Мынау силиконовый форма. Так, одан кейін мынандай печенье, бұны Алимхан алды. Осыған жабысып рыбка, балық печенье. Одан кейін сумай, шедевр, 1 литрған алды, үйде бар. Мынандай қырғыз. Так, ас содасы. Одан кейін семечки. Кино көргенде жағатын майонез. Мынандай колбаса, охотничий сияқты бірақ халал. Одан кейін лимонная кислота. 2 тал мынандай. И мынандай общий бір не алдық, приправа универсальный. Барлық тамаққа. Және де кетчуп мынандай. Болгарский тәттісін алдық. Пицца қосқанға. Мынау екінші пакеттен шыққан заттар. Так, одан кейін қияр. Мынандай 2 литрдағы сосын лаваш. Мынандай домалағы көпшіліктен таппадым бұдан. Гречка. И қант алдық. Және де йогурт. Екеу алып едік, біреуі штрих көді өтпей қалды кассадан. Мына жерде кола. Уже ішіп жатырмыз. Және де моцарелла сыр. Пиццаға томат. Үлкенін алсақ көгеріп кетеді. Сол үшін бізге мынау жетеді бір айға. Мынау жеңістікі. Энергетик. Мұнда ішпейміз біз. Мынау құртты жеп болды де балалар. Және де өзіме баунти. И 2 килограмм Данидан 4 килограмм. 2 килограмм, 4 килограмм. Осы алған продукталар. Қазір көкөністерді көрсетемін. Мына жерде алғандарымыз, мына жерде жусай, банан, 2 банан еді, қызым біреуін жеді. Мына жерде помидор қияр, салат жапырағы, светофор, редиска, сәбіз, картошка, мынау пияз. И мынау шаңбыр, көк шаңбыр, қызылша. Осы алған заттарымыз көкөністерден. Мына жерде хозтовардан алғанымыз порошок, прокладки. Мына жерде белизна обязательно керек. Одан кейін шампунь, сабын. 2 балама бүгін басқа түрінен алдық мынандай. Щетка зубная. Қызға мынандай алдық, өздері таңдап алды. Мынау бізге. Балаларға осы жолы біз мынандай сплаттыкін алып көрейік дедік. Осындай алдық. Сосын интим-гель. Мынау ненікі. Жилеттің головкасы. Мынайдан екеу алған еді. Мына жерде 4 штук екен ғой. И мына жерде батарейкалар төсеп алдық. Мынау
қызым садикке барса керек болады деп ала салдым. Және де мында қырғыш тряпка. Ішінде 3 штук мына жерде ватные палочки. Мынау депилятор крем. Мынау бізде перчатки. Осыларды алдық мінекей. Осы алған продукталарымның бәрі 50.600 теңге болды. Және бір қызық жағдай болды. Қызық емес енді ол. Бізге чекке 61.200 теңге ма сөйтіп ұрып берді. Содан ойлап қойым, неғып қымбат болып кетті деп. Сөйтіп чекті қарап, сыртқа шыққаннан кейін қарап, түгел тексерсем, бізге 11.250 теңгенің затын ұрып жіберген. Гантель деп па бірдеңе деп. Соңғы қайтадан кіріп едім, анан нені ақшаны қайтарып берді бізге. 11.250 теңгені. Білмеймін енді оны кассир әте істеді ма, или ошибка кетті ма, түсінбей қалдым өзім. Бірақ енді қайтарып берді, чекті өздеріне алып қалды сомен. Сомен осы неміз 50.600 болды ғой заттарымыз. Сол үшін достар, чектарды қарап жүріңіздер. Кейде левый заттар кіріп кетуі мүмкін чектарға осылай. Ал енді сау болыңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше.